саламатсыздар ма? Бүгін біз HTML және CSS сабақтарындағы екінші сабаққа келдік. Бұл екінші сабақта біз көптеген тегтермен танысамыз, жаңа тегтермен және комментариймен танысамыз. Яғни бұрынғы біздің HTML CSS-імізді ашамыз. Басамыз. Енді бізде бұрынғы сол индекс файлымыз ашылды. Енді бұл тегтерден басқа миллиондаған тегтер бар. H1, H6-ға дейін барады. Яғни 1 дегеніміз ол размер. Яғни керісінше бұда. Мысалы, дәл сондай H1 сияқты H2 деген бар. H2. Онда мысалы істеп жазасақ. Қош келдіңіздер деп көшіріп кете берейік. Ой, не істеп кетті. Так. Яғни 2, мынау 3. Артын жауып отыру керек. Яғни тегтердің арасында жазылады біздің контент. Яғни маңызды мәлімет. H6-ға дейін барады. 6. Енді Ctrl-S басамыз. Сақтаймыз. Бұл бізде Google-да ашық тұр. Біз оны қайтып жібермей-ақ. Оны қайтып жібермей, жай ғана обновить бассақ болды. Сақтап болғаннан кейін. Бассақ, осындай шығады. Яғни H1 ең үлкені. H2 одан кішкентай. H3, H4, H5, H6. Яғни хаммер сияқты H1-лер үлкен ғой, хаммерлердің. H2-лері, H3-лері вообще кішкентай, көбіне қыздар мінетін. Мақұл. Бұл біздің басқада тегтер дегеніміз әшейін біреу ғана. Жасылайық. Енді ашайық. Енді не қарастырамыз? Комментарий қарастырамыз. Комментарий бұда негізгі көп қолданылатын комментарий. Ол бұлай басталады. Яғни леппелес қойылады. Одан кейін 4 минус қойылады. 1, 2, 3, 4. Яғни осының арасында біздің комментарийларымыз жүреді. Анау ойбай десек, бұны экранға шығармайды. Яғни сақтап обновить етейік. Ештеңе өзгерген жоқ. Неге? Себебі комментарийді бұда да компилятор бар. Ол мынау аралықты алмайды. Яғни біз бұлай істесек те болады. Көп қатарлығы жүрсек те болады. Оны аламыз да. Деймізді. Жүреміз болды. Сақтаймыз. Енді өз көрініп тұр ма? Көп қатарлығы жүрдік. Басамыз. Қарап тұрсаңыздар, біздің хидерлеріміздің бәрін алтта бұл комментарийға жүрді. Өйткені біз солай жаздық. Яғни компилятор бұлай наларды алып жатқан жоқта. Яғни комментарий деген осы. Одан басқа біз мысалы бұлай ешқандай тексіз, мысалы сәлем деп жазып көрейік. Ешқандай тексіз. Бұны бәрібір экранға шығарады. Ой. Әшейін жаздық. Ашамыз.
міне бәрібір экранға шығарады. Жалпы бүгінгі сабаққа осы. Комментарийді өттік, және H1, H2-лерді өттік. Параграфты біз бұл біреулік болған екен кейінге қалдырамыз. Біз келесі сабағымызда енді гиперсілтелерді өтеміз. Сілтемелерді, гиперсілтемелерді. Және тағы басқа эксперименттерді істейміз. Көріңіздер, осы біраз тәжірибелер жүргізіңіздер. Және сұрақтарыңыз болса жазыңыздар маған. Келесі сабақта онда кездескенше.